Зылиха, Анашым, сабағыңды оқи қой. жарайды. Не жазсам болады? Адамнан сұрайын. Не қызым, бірдеңке сұрайын дедің бе? Я ата, туыс деген не? Я қызым, туыс дегенді білгенге айтып берейін мен саған. Әкең мен шешең, бірге туған бауырларың, онан кейін мына мен бар, апаң бар, менің мына інілерім бар ғой, Қайрат аталарың бар, Абай тәтең, олар да сенің жақын туыстарың болады, менің інілерім болғаннан кейін. Білдің бе? Мына адамда, бізде қазақта салты бойынша, ер адамда 3 жұрты болады. Нағашы жұрт, өз жұрты болады, қайын жұрты болады. Ол да туыстар, бір-бірімен араласып атқан. Жағы сенің мамаң жағы, саған нағашы жұрт болады. Туыс. Бізге туыс болып кетті. Құда болып, соның арқасында туыс болып кетті. Әкеңнің бауырларының балалары саған да бауыр болады. Өте жақын. Қазақта бұл туыстық деген өте үлкен сезім болады. Бірін-бірін сыйласып жүру керек. Бірін-бірін құрметтеп жүру керек. Бөлінгенді бөрі жет дейді қазақта. Ауыз біржіктерің бір болатын болса, сендерге де бұл өмірде жеңіл болады. Ауырлықты, қуанышты бірге бөліп жүретін адамдардың бәрі қазақта бізде туыс дейді бізде. Түсіндің бе маған? Я ата. Сондай жаным. Ата, түсіндім, рахмет. Үй жаным үшін.